Абибас құрамасы. Бірден айтайын, бізге анандай аянышты көзбен, аяушылық жүрекпен қарау жоғынан, бізде почти сіздер сияқты адамдармыз. Сіздер де, бірақ Тәуекел Мүслімжанда біз сияқты адамсыздар. Ассалаумағалейкум, адамзат! Жігіттер, біз өте қате істедік. Сахнаға бір-бірден шығу керек еді. Бәріміз шығып, халыққа ауыр болып кетті бар ғой. Халықты қойшы, рашқа ауалы болды. Бүгіннен кейін қайтадан мамаларын қасынан жатады сияқты оналар. Құрметті телекөрермендер, үйде отырып телевизор қатып жатыр деп ойламаңыздар. Өзіміз солай сөйлейміз просто бар ғой. Командамен таныс болайық. Бұл бұзық баланың ойыншығы емес, жай ғана Асқар. Төзілмейді. Асқар өзге ғаламшарлық. Оның ғаламшарында әншілер ән айтады, футболистер футбол ойнайды. Қара кесек костюм киеді. Тоқаевқа Абхазияның таксиіне отыруға рұқсат. Ал бұл Наурыз. Наурыз апрельде туылған. Жігіттер, біздің бүгін қарсылас кім? Краш. Жоқ, мен сендерге мен кіммін деп тұрған жоқпын. Біздің қарсылас кім? Ал бұл Дәурен. Не бойся, не бойся, не бойся. Дәурен неге астына трико, үстіне костюм киіп алды деп ойлап отырсаңыздар, ол өскенде спорт және мәдениет министрі болғысы келеді. Жігіттер, естеріне ма? Кезінде бұтымызға жүйрік қой, жүре өлші едік қой. 2020. Сендерге сырттарынан қара ойланып тұрмын. Сендер жаңа Қазақстанға ала ма екен? Құрметті әділғазылар, мына бізден минус іздемей-ақ қойыңыздар. Минус іздесеңіздер, бізден минус жетеді. Ну. Үлкен минус міне. Сосын ортада отқан шаш ұзын адамның аты кім? Бұл Айгер Месенәлі ғой? Оның әділғазы болатындай не жетістігі бар бұның? Бұл кісі деген телерадио жүргізушісі, ТВ продюсер, журналист, қазіргі кезде блогерлік жұмыспен айналысады. Сен ешкім жетістігін айтпаш бар ғой.
сенің аузыңнан кез келген адамның жетістік емес, бір құлдырау болып шығады екен бар ғой. Жігіттер, Жайдарманға келдік қой. Естелік Есен ағамен суретке түсейік. Түсіп жүрші. Ал сол. Болды, на, кел. Қара. Міне түрі онша емес қой менің. Қайтып тұршы. Қайтып тұршы, түрі онша емес. Мен қайтып түсірейін, қайта түсірейін. Ол өзгермейді тұр. Сен неме түрме күліп тұрсың? Күліп әл. Ертең мен пластический хирургқа барам да, емшек салдырып алам. Не салдырып алам? Емшек деймін, емшек. Не айтсың сахнада емшегініз? Дәурен! Не деп отырсың, сахна мәдениеті деген бар ғой. Аузына келген сөйлемесейші. Қалай не айтып отырсың? Ол әдеби сөз ғой? Әдеби сөз де бар ғой. Әдеби сөз дегенде кішкене адамда ят деген болады ғой. Ят сен айтпай-ақ қойшы. Сен мен түзетіп отырсың? Мен түзейтін адам әлі дүниеге келген жоқ. Сен қалай түземеймін? Сенде не дикция жоқ? Не интонация жоқ қой, құдай. Интонация дейсі, өзің сөзіне қараушы, быч-быч. Сен енді сөздерін баға анық қой, хотя халыққа түсінікті болу керек қой. Нағыл деген тұр, разнараз бар ма? Сен қара сөзді қаймағын жеп, мына жерде жілеген шақай майын шу. Мынау мақал айтайын деп отыр, қош. Әлі ұзақ па? Мен кеттім, үйге ужин ішіп келемін. Хорош. Ойын соңында біз Абибас құрамасы алдыңғы буын өнерлі үлгі тұтатын ағамыз Мұрат Әбділдәні абақтыдан босатуын сұраймыз. Егер оны жібермесеңіздер, біз сезонға кіреміз ағайын. Рахмет, Нұрсұлтан. Алыстардан қол болғанна, көз жасым болғанна болмаймыз сен.